Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Ләйләгүл. Бүгін біз сіздермен дәл осы 3 пиццаны бірге дайындап көретін боламыз. Дәмі өте дәмді, дәл пиццерияда ұсынатын пиццаның дәміне бірдей болып шығатын пиццаны менімен бірге дайындап көріңіздер. Видеоны өткізбей міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Және де каналға тіркелмеген болсаңыздар, дәл қазір каналға тіркеліп, қоңыраушаның белгісін все дегенге басып қойыңыздар. Сонда алғашқылардың бірі болып менің салған видеоларымды көріп отыратын боласыздар. Ең алдымен пиццаның соусын дайындап аламыз. Өте қарапайым және жеңіл әдіспен дайындалады. Ол үшін бізге осындай томат в своему соку деген қажет болады. Егерде үй жағдайында томат өз согында жабылған қызанақтарыңыз болса, дәл сол қызанақтарыңызды қолданасыздар. Енді біз қызанақтарымызды осылай салып алғаннан кейін сыртқы қабықтары болса алып тастаймыз. Менде қабықтар жоқ екен, сондықтан келесі тұзымызды қосып, қантымызды қосып, қара бұрышымызды қосамыз және де зәйтүн майын өлшеп қосатын боламыз. Бұл бізде пиццаның оригинал соусының рецептісі. Егер де сіздерде песто соусы болса, песто соусын қоссаңыздар болады, қоспасаңыздар да болады. Мен секілді қоспай жасасаңыздар да болады. Блендермен еземіз. Блендермен езіп алғаннан кейін ары қарай, егер де осы соусты сақтайтын болсаңыздар, онда газға қойып қайнатып аласыздар. Егер де сақтамайтын болсаңыздар, дәл осы қалпында қамырыңыздың үстіне жағып дайындай берсеңіздер болады. Мен бұл жерде 6 пиццаға арналған соусты дайындап жатырмын, сондықтан осылай қайнатып алдым. Себебі бұл соустың артылып қалған бөлігін холодильникке сақтап қоятын боламын. Бұл бізде тұра береді. 1-1,5 аптаға дейін ешқандай бұзылмайды, егерде бір қайнатып алсаңыздар. Каналға тіркелмеген болсаңыздар, дәл қазір каналға тіркеліп, қолдау білдіріп, қоңырауша белгісін басып қоюларыңызды сұраймын. Және де жақын таныстарыңызға, достарыңызға, WhatsApp чаттарға видеоның астындағы поделиться батырмасын басып бөлісе жүрулеріңізді сұраймын. Қамырын дайындап үйренетін боламыз. Өте жұмсақ, нәзік және де бір жасағаннан шығатын пиццаның қамырын менімен бірге дайындап көріңіздер. Ең алдымен қажетті заттарын дайындап аламыз. Ашытқымызға қантымызды, тұзымызды және де зәйтүн майын қосамыз. Енді жылы суымызды және де жылы сүтімізді қосамыз. Бізде температурасы жылы болуы керек, қатты ыстық емес, қатты салқында емес, орташа температурадағы жылы ингредиенттерді қосамыз. Енді електен өткізілген ұнымызды барлығын қосып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Біздің қамырымыз жұмсақ, қолымызға жабысқақ болып тұрады. Дәл солай жұмсақ қамыр илейсіздер. Ұнды көп қоспайсыздар, себебі ұнды көп қоссаңыздар, қамырларыңыз қатты болып қалуы мүмкін. Сондықтан видеоның астында описание бөліміне жазылған ингредиенттерді өлшеп қосасыздар. Артық ұн қоспаймыз. Дәл осылай қолымызға жабыспайтындай осылай қамыр пайда болады. Енді осы қамырымыздың үстіне кішкене сұйық май қосып жүрсеңіздер болады. Осылай сұйық майды қосып жүретін болсаңыздар, сіздердің қамырларыңыз одан да нәзік, одан да биік көтерілетін болады. Сондықтан осылай бір басып біздің қамырымызды жылы жерге бетін жауып ашытуға қалдырамыз. 20 минут немесе жарты сағат көлемінде қамырларыңыз осылай үлкен болып ашиды. Ашығаннан кейін осылай бір басып қоясыздар, қайтып ашытуға қоямыз. Енді екінші рет ашытқан қамырымызды дәл осылай ыдысымыздан түсіріп аламыз. Біздің қамырымыз өте нәзік болып шығады. Көріп тұрғандарыңыздай біздің ыдысымызда барлығы тап-таза болып қамырымыз бір келге алынатын болады. Енді осы қамырларымызды өлшеп бөлетін боламыз. Мен бұл жерде сіздерге 6 пиццаға арналған қамырды көрсетіп жатырмын. Осылай мен көп жағдайда көбірек илеп, морозильникке сақтап қоятын боламын. Керек уақытта шығарып, балаларыма пісіріп бере қоямын. Осылай жасап қойсам, уақытымды да үнемдейтін боламын. Егер де сіздерге бұл 6 қамыр көп болатын болса, онда астындағы ингредиенттердің жартысын қолдансаңыздар болады. Сонда сіздерде 3 пиццаның қамыры шығады. Келесі видео сабақтарда мен сіздерге сол 3 пиццаның жасалу жолын көрсететін боламын. Осы 4 қамырды алып қалдым, 2 қамырды мұздатқышқа қатырып қоюға жіберетін боламын.
Менде әрқайсысы 280 граммнан осылай 6 қамыр шықты. Енді қамырларымызды бетін жауып 15 минутқа көтерілгенге қойып қоямыз. 15 минуттан кейін біздің қамырымыз дайын болады. Қолымызбен жайып жұмысымызды жасай берсек болады. Бұл қамырдың жасалу жолы өте оңай, ешқандай аппарат дайындамайсыз. Барлық заттарды салып, қамырыңызды илей бересіз. Заттарын дайындап аламыз. Мен осындай голландский сыр пайдаландым. Қалауыңыз бойынша сулугуни, сметанковый немесе моцарелла сырларын пайдалансаңыздар болады. Және де осындай қайнатылған шұжық пайдаландым. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша ысталған шұжық пайдалансаңыздар да болады. Консервідегі маслина және де шампиньондарды пайдаландым. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша свежий түрін пайдалансаңыздар болады. Және де осындай бір қызанақты пайдаландым. Енді заттарымызды дайындап алдық. Енді осыларды турап, үкіштен өткізіп барлығын дайындап аламыз. Ең алдымен сырымызды терканың орташа көзінен ұсақтап өткізіп аламыз. Бір пиццаға 200-250 грамм сыр қоссаңыздар болады. Егер де көптеу жақсы көрсеңіздер, 300 граммға дейін қоссаңыздар болады. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Енді колбасаларымызды дәл осылай жіңішке қылдырып турап аламыз. Мен осындай терканы пайдаландым. Егер де сіздерде терка болмаса, қолыңызбен жақсылап бірдей формада кесіп аласыздар. Жіңішке қылдырып, міндетті түрде кесіп шығыңыздар. Қызанақтарымызды да дәл солай жіңішке қылдырып турап аламыз. Формалары бірдей болу керек. Біреуі үлкен, біреуі кішкентай қылдырмай, барлығын бірдей қылдырып осылай турап аламыз. Барлығын турап алғаннан кейін қамырымызды жайып бастаймыз. Достар, егер де сіздер әлі де каналға тіркелмеген болсаңыздар, онда дәл қазір каналға тіркеліп, мені қолдап, қоңырауша белгісін басып қоюларыңызды сұраймын. Өте идеально және де тыңдағыш қамыр болып шығады. Міндетті түрде дәл осы қамырмен жасап көріңіздер. Аппарат дайындамайсыздар, бірден барлығын салып илей бересіздер. Өте жақсы қамыр. Міндетті түрде осы қамырмен жасап көріңіздер. Және де бұл жерде біз оқтауды пайдаланбаймыз. Көріп тұрғандарыңыздай алақанымызбен ортасынан шетіне қарай созамыз. Егер де созылмайтын болса, қолыңызбен жоғары көтеріліп, алақаныңызбен екі жаққа қарай созсаңыздар болады. Міне осылай барлық жерін ортасынан шетіне қарай созып шығамыз. Бізде ортасы жұқа, шеті кішкене қалыңдау болуы керек. Енді осыны жайып алғаннан кейін пергамент қағазына аунатамыз. Егер де сіздерде пиццаның формасы болса, дәл сол формаға бірден жасай берсеңіздер болады. Менде пиццаның формасы болмағаннан кейін осылай пергамент қағазына аударып алдым. Немесе дәл мен секілді осылай жайып алып, содан кейін формаңызға салсаңызда да болады. Міне біз барлығын жасап алдық. Енді осыны формамызда өлшейміз. Мен осындай торттың формасын алдым. 30-шы диагоналға, бізде пиццаның диагоналдары стандарт бойынша 30 сантиметр болады. Дәл солай өлшеп аламыз. Мен осылай кішкене үстінен басып формасын шығарып алдым. Енді шетіндегі артық қамырларын қолымызбен ортасына қарай осылай өріп шығамыз. Немесе дөңгелектеп өзіңіздің қалауыңыз бойынша жасап шықсаңыздар болады. Маған осылай ыңғайлы болды. Дәл осылай өріп шықтым. Енді осыны противенімізге салып қоямыз. Міндетті түрде дәл осы пиццаны жасап жатқан кезде духовкаларыңызды қыздырып қоюды ұмытпаңыздар. Себебі біздің барлық начинкамызды барлығын дайындап алдық. Өте тез дайындалады. Міндетті түрде духовкаларыңызды қыздырып қойыңыздар. Енді соусымызды құямыз. Бір пиццаға 2-3 немесе 4 ас қасықтан құйсаңыздар болады. Көріп тұрғандарыңыздай пиццаның қамырының шетіне жеткізбейміз, осылай ортасына салып аламыз. Себебі бізде духовкаға түскен кезде өзі сыртына қарай жайылатын болады. Дәл солай жасап шығасыздар. Егер де шетіне дейін жасап шықсаңыздар, онда соустарыңыз сыртына төгіліп қалады. Сондықтан осылай шетіне тигізбей жасап шығасыздар. Үстіне үккіштен өткізілген сырымызды саламыз және де колбасаларымызды қоямыз. Қалауыңыз бойынша ысталған колбаса қойсаңыздар болады. Міне біз барлығын дайындап алдық. Пепперони пиццамыз дайын. Енді келесі пиццамызды дайындаймыз. Дәл солай қамырымызды алақанымызбен жайып аламыз. Соусымызды құямыз. Енді сырымызды қоямыз. Үстіне қызанақтарымызды осылай қойып шығамыз. Көп начинка кетпейді. Осы бір қызанақты 2 пиццаға қолдандым. Міне біздің маргарита пиццамыз дайын болды. Енді келесі 4 сезона пиццасын дайындаймыз. Дәл солай қамырымызды алақанымызбен жайып аламыз.
Одан кейін үстіне 3-4 ас қасықтан соусымызды құямыз. Соусымызды шетіне жеткізбейміз, дәл осылай видеодағыдай құйып шығамыз. Үстіне үккіштен өткізілген сырымызды саламыз. Барлығын салып алғаннан кейін енді пиццамызды көз мөлшермен 4 бөлікке бөлеміз. 4 жағына 4 начинка саламыз. Мен бір жағына осылай қайнатылған колбасаларымды салып шықтым. Екінші жағына консервідегі шампиньондарды қойып шықтым. Қалауыңыз бойынша балғын түрін пайдалансаңыздар да болады. Немесе начинкасын өзіңіздің қалауыңыз бойынша ауыстырып жасасаңыздар болады. Саңырауқұлақ қойсаңыз болады. Не болмаса тауықтың төс етін пісіріп турап қойсаңыздар болады. Немесе тауықтан жасалған рулет бар ғой, магазинде де сататын, соны қойсаңыз болады. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша ауыстырып қоя бересіздер. Және де консервідегі маслинаны қойдым, қызанақтарымды қойдым. Міне 4 жағына 4 начинка қойдым. Біздің 4 сезона пиццамызды осылай дайындап алдық. Енді біздің духовкамыз максимальный температурада қызып тұруы керек. Егер де сіздердің духовкаларыңыз 200 градус болса 200, 250 градус болса 250 градусқа қоясыздар. Максимальный температурада 6-7 минутта пісіп шығады. Міндетті түрде қарап отырыңыздар, күйіп кетпесін. Және де егер де бір жағы ақ, бір жағы қызыл болса, міндетті түрде ауыстырып салып қойыңыздар. Міне біздің пиццамыз 7 минутта пісіп шықты. 220 градуста өте жұмсақ, нәзік, дәмді, дәл пиццерияда ұсынатын пиццаның дәміндей болып шықты. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Және де егер де осы рецептпен дайындасаңыздар, менің YouTube арнамды жарнамалауды ұмытпаңыздар. Баршаңызға рахмет. Ас болсын. Каналға тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде мені қолдап, каналыма тіркеліп, қоңыраушаның белгісін басып, жақын достарыңызға WhatsApp чаттарында жіберіп, бөлісіп жүрулеріңізді сұраймын. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін мыңда бір алғыс. Бұл пиццаның қамырын тағы да айта кетейін, мұздатқышқа сақтап қойсаңыздар болады. Қалаған уақытыңызды алып, жасай берсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы қамырмен жасап көріңіздер. Егер де көптеу қылдырып елеп қойсаңыздар, уақыттарыңызды да үнемдейтін боласыздар. Және де осындай сочный, нәзік пиццаны күнделікті жасап жеп отырсаңыздар да болады. Балапандарыңыз да қуанатын болады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздерші. Идеально, нәзік, дәмді, сочный пицца болып шығады. Ас болсын.